Ассалаумағалейкум бауырлар, сіздермен бірге 99 каналы. Соңғы уәдемде НЛО жайлы видео шығарам деп уәде берген болатынмын. Міне одан бері бір апта өтіп кетті. Неге сонша создың дейтін шығарсыздар? Мен бар болғаны каналымда жақсы, әрі ұзақ қылып шығаруға тырыстым. Тағы бір сіздерге айтар жаңалығым бар. Бауырлар, мен осы каналдан алғашқы ақшамды шығарып алдым. Соған орай сіздерге үлкен рахмет айтқым келеді. Сіздер болмағанда ол ақша болмас еді. Видеомды көріп, лайк басып, пікір қалдырып отырғандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі видеода қорқынышты оқиға болмайды. Оның орнына НЛО жайлы фактілер және шағын қысқаша оқиғалар жинақталды. Ал енді көп созбай, тезірек бастайық. Интро. НЛО – ұшатын белгісіз құрылғылар. Мезгілімен әлемнің кез келген жерінде пайда болады. Ұшатын тәрелкелер осы уақытқа дейін қарапайым халық пен ғалымдарды қызықтырып, сұрақ туындырып келді. Ал күмәнмен қарайтын астрономдар НЛО деген жоқ, ол тек адамның қиялынан пайда болған нәрсе деген сөздерін растауларын жалғастыруда. Нақтысы қазіргі уақытта тек бір сөз айтуға болады. Адамзат әлі күнге өзге ғаламшарлықтардың бар екендігін не растап, не жоққа шығара алмай отыр. Ал ендеше бүгін біз сіздермен бірге ең алғаш байқалған НЛО мен қызықты фактілерді қарастырайық. НЛО терминін ең алғаш Дональд Кихо 1953 жылы өзінің кітабында қолданды. Қысқасы кітаптың аты ғарыштан келген ұшатын тәрелкелер деп аталатын. Дональдтың НЛОға деген қызығушылығына ұшқыш Арнольд себепші болды. 1947 жылы Арнольд аспанда маневр жасап жүріп, ауада қалықтап жүрген 9 белгісіз нысанды байқаған. Осы жөніндегі жаңалық бірден желіні жаулап алды. Ал бұны естіген халық тура мағынада сол НЛОны кездестіру жолдарын іздеумен болды. Арнольд өз кезегінде ұшатын тәрелкені Вашингтонның маңайында орналасқан Рейнелл тауының төбесінде байқаған. Сол сәтте Кеннет Арнольд НЛОға ұшатын тәрелке деп ат қойған. Содан бері осы сөз танымал әрі жиі қолданылатын болып кетті. Ал 1953 жылы НЛО терминін Америка құрама штаттарының әуе күштеріне енгізді. Өз кезегінде әуе күштері жоғарыда аталған терминді тек тәрелке түріндегі анықталмаған нысандар емес, сонымен қатар шығу тегін анықтау қиын әртүрлі басқа да құрылғыларды атаған. Қазіргі замандағы ғалымдардың көпшілігі бөтен ұшатын кемелер мұндай назарға лайық емес деп санайды. Өйткені олар біздің жерімізге жиі ұшып келе алмайды. Ұшатын тәрелкелер туралы жаңалықтар интернет желісінде кеңінен белгілі жүйрікпен пайда болатын белгілі. Егер олардың барлығы шын болса, онда біз өзге ғаламшарлықтармен тікелей байланыс орната алар едік. 50-ші жылдардың аяғы мен 60-ші жылдардың басында Америка құрама штаттарында НЛО жаңалықтары өте танымал болды. Кейін бұл жаңалықтардың барлығы дерлік бірнеше жыл бойы жүктелген барлау ұшақтары туралы болып шықты. Өзге ғаламшарлықтар мен ұшатын технологиялар туралы барлық фильмдерді екі топқа бөлуге болады. Ең танымал болып саналатын бірінші топта өзге ғаламшарлықтар дұшпандықты көрсетеді. Мұндай фильмдерде олар адамдарға шабуыл жасайды, планетамызды бағындырады, біздің өмірімізді тозаққа айналдырады. Фильмдердің екінші тобы мүлдем басқаша, өзге ғаламшарлықтардың мінез құлқын көрсетеді. Мұндай киноларда олар бізге өзге технологияны үйретуге тырысады. Олардың құпияларын ашады, және де тіпті адамдарды құтқарады. Сонымен қатар, біз оларды құтқаратын НЛО фильмдерінің тағы бір категориясы бар, бірақ мұндай фильмдер сирек шығады. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, өзге ғаламшарлықтардан не күтерімізді болжауға болады. Уфологияда ежелгі ғарышкерлер деген ұғым бар. Бұл ғылым өкілдері ежелгі ғарышкерлер біздің планетамызға жиі келген деп санайды. Бұл теория әртүрлі археологиялық олжалар мен және ежелгі қалалардың сәулеттік ерекшеліктерімен дәлелденеді. 1967 жылы Англия қаласының үстінде 6 анықталмаған құрылғы бір қатарда тұрып қалды. Үкімет НЛОны зерттемекші болған ғалымдар мен әскерилердің ісін ресми түрде қолдады. Осы жағдайға жалпы назар аударылды, бірақ кейінірек бұның бәрі жалған екені белгілі болды. Бермуд үшбұрышында осы НЛОға қатысы бар деп санайды. Зерттеушілер бұл аймақта судың астына НЛОның жиі келуіне тұрақты негізі болуы мүмкін деп санайды. Бұл әлі күнге табылмаған кемелер мен ұшақтардың жұмбақ жоғалуын түсіндіреді. Атақты астроном Карл Саган әрқашан бұл жағдайға күмәнмен қарады.
Ол жоғары дамыған бөтен өркениеттің бізбен байланыс орнатқысы келетіндігіне күмәнданды. Сонда да ол өз сеніміне қарамастан әйгілі SETI жобасына қатысады. SETI бұл жерден тыс өркениеттерді іздеуге арналған жобалар мен іс-шаралардың жалпы атауы, және олармен байланысу мүмкіндігі. 1930 жылдардың соңында Орсон Уэллс өзінің эфирінде әлемдер соғысы ғылыми-фантастикалық кітабынан үзінді келтірді. Ол оның ішінде не болып жатқан соншалықты нақты және шынайы түрде суреттейді. Сондықтан мыңдаған американдықтар оларды шын мәнінде өзге ғаламшарлықтар шабуылдады деп сенеді. Кітаптың ортасында жаппай дүрбелең басталды. Адамдар заттарын жинап кетуге тырысты. Бақытқа орай, шошып кеткен халықты уақытында тыныштандыра алды. 1947 жылдың 8 шілдесінде Розуэльде бөтен кеменің сынықтары табылды деп болжануда. Біраз уақыт өте, үкімет бұл кеменің іс жүзінде жер үсті эксперименттік ұшатын құралы екенін жариялады. Бірнеше айдан бері адамдар үкіметті НЛО туралы шындықты әдейі жасырды деп айыптап, бұған сенуден бас тартты. 1996 жылы жүргізілген әлеуметтік зерттеуге қарасақ, американдықтардың 71% билік олардан өзге кемелер туралы ақиқатты жасырады деп санайды. Оның үстіне көптеген адамдар үкімет өзге ғаламшарлықтармен байланыс орнатып, олармен белгілі бір келісімдер жасағанына сенімді екен. Ең алғашқы НЛО-ның суретін 1883 жылы мексикалық астроном Бонилла түсірген. Және де ең алғашқы НЛО-ның адам ұрлады деген жаңалығын Бетти мен Барни есімді ерлі-зайыптылар айтып келді. 1961 жылы Нью-Хэмпширде болған деседі. Екеуінде жеке және гипноз арқылы сұрастырғанның өзінде бір-бірінің сөздерін растап шықты. Он 16 жыл бұрын Атакама шөл даласында кішкентай өзге ғаламшарлықтың денесі табылды. Деректі фильмде көрсетілгеннен кейін интернетте ду-далаң басталып кетті. Ата деп аталып кеткен өзге ғаламшарлықтың денесі табылғаннан бері көптеген болжамдар пайда болды. Мысалы, ол жетілмей қалған дене, маймыл, әрине тағы жерге құлап түскен өзге ғаламшарлықтың денесі дегендей. Денені Чили қаласында тұратын Оскар Муныз есімді кісі 2003 жылы 19 желтоқсанда тапқан. Ол кезде Муныз Атакама шөл даласының Ланоре атты тасталып кеткен қаланың артефактілерін зерттеу барысында болған. Чили газетінің атауына сенсек, Муныз денені тапқан кезінде ұзындығы 15 сантиметрден аспаған, және де ақ матаға оратылып жатқан. Ол тістері тым қатты жаратылыс болатын. Басы ерекше үлкен, денесі сұрланып келген және 9 қабырғалы. 6 ай ДНК анализінен, рентген және компьютерлік томографиядан өткеннен кейін Стэнфорд университетінің ғалымдары бұл өзге ғаламшарлық емес, адам деген тоқтамға келеді. Мен бұны маймыл емес, адам, шимпанзеге қарағанда адамға қатты ұқсастығы бар деп нақты айта аламын. Өмір ұзақтығы 7-8 жыл. Тыныс алып, қоректен, асын қорытқаны анық. Тағы дүниеге келгенде ол қаншалықты үлкен болғандығы жайлы сұрақ туындайды. Осылайша америкалық зерттеуші Гарри Нолан түсіндіріп берді. Ғалымдар бұл жағдайда ерекше мутацияға ұшырап, бірнеше жыл өмір сүрген ер адам деген қорытындыға келді. Мына суретте британдық Daily Mail басылымы көрсетілген. Тропикалық орманның арасында өзге ғаламшарлыққа ұқсас ерекше тіршілік иесі бір топ адамдарға қарап тұр. Оның оң жағында тағы бір түсініксіз құбылыс, қалың жарқыраған нүкте бар. Бұл суреттер жазушы және атақты паранормалды зерттеуші Майкл Коэн жариялаған видеодан түсірілген. Соңғысының айтуынша, оның қолына осы видео өз кезегінде Амазонканы аралап жүрген 2 британдық туристерден алынған. Айтуларынша, осы ерекше тіршілік иелері Мамаус аймағында түсірілген. Диаметрі 2 шақырымға жуық. Ерекше шеңберлер Қытайдың Цинхай провинциясындағы Дели қаласының маңындағы жайылымда пайда болды. Синьхуа жаңалықтар агенттігі хабарлағандай, дәнді дақылдар шеңберлері әртүрлі елдерде пайда болады, бірақ мұндай құбылыс Қытайда бірінші рет байқалады дейді. Жергілікті тұрғындардың бірі бұл үлгі бір түн ішінде пайда болды дейді. Мамандар бұндай шеңберлерді салуға болатын механизмдердің іздерін таппағанын,
және оны жергілікті тұрғындардың назарын аудармай бір түнде қараңғы жерде жасаудың мүмкін еместігін айтады. Қытайда соңғы кездері айнала көп байқалуда деседі. Соның кесірінен тіпті бірнеше рет әуежайларды жауып, рейстерді кешіктірді делінеді. Сонымен 17 тамыздың Цзянсин халықаралық әуежайы 1 сағатқа жабылды. Осы уақыт ішінде аспанда айнала біраз айналып жүріп, із-түзсіз жоқ болып кеткен дейді. 2010 жылдың 8 шілдесінде дәл осындай себеппен Шэцзян провинциясының Хэнчжоу қаласындағы әуежай жабылды.